кезекте діни мәтіндерді түсінуде мәселелердің туындайтындығын пайғамбар саллаллаху алейхи өзі айтқан. Бірде ойланып отырып, болса үммет, мына мұсылман үмметі құбыласы бір, пайғамбары бір, алласы бір, неге осылар бөлінеді дейді. Айтылған сөз бар және ондағы көзделген мақсат бар. Әрине. Ла тақрабус сала деп аятты кесіп алсақ, намазға жақындамаңдар. Фаваилу лил мусаллин деген аятты кесіп алдық. Намаз оқиындар нендей өкініш болмайды ғой. Естайдың білмейтіні жоқ дейміз. Немесе білмейтіні жер астында дейміз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен уәде еткеніміздей дін талқы жобасының белгілі ғалым, доцент Қайрат Құрманбаев ұстазымызбен жобамызды жалғастырғалы отырмыз. Естеріңізде болса, бұған дейінгі санымызда біз діни мәтіндердің жинақталу тарихы менен классификациясына тоқталып өткен болатынбыз. Егер де бұл санды әлі көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде бұл санды қараңыздар. Ал бүгінгі біздің санымызда осы діни мәтіндерді енді түсіну мәселелеріне кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош болдық. Енді жаңа айтып өткеніміздей, мәтіндердің сенімділігін анықтау жайлы алдыңғы санымызда кеңірек тоқталып өткен болатынсыз. Бүгін енді алдыңғы сөзіңіз айтып өткендей, бұл жақта енді 100% ғылыми негізде барлығы зерттелген, ешқандай мәселе жоқ. Енді осы 7-ші ғасырдан кейінгі хижри мен күнімізге дейінгі аралықта осы діни мәтіндерді түсіну проблематикасына көбірек тоқталып өтсек. Жақсы, енді бірінші кезекте діни мәтіндерді түсінуде мәселелердің туындайтындығын пайғамбар саллаллаху алейхи өзі айтқан. Яғни кейбір проблемалар орын алатындығын. Өйткені былай дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисі бар. Яхмилу хазал илма мин кулли халафин удулу. Бұл ілімді, бұл дінді, бұл дін Құран хадистен тұрады. Құран мен хадисті яғни. Яхмил, яғни яхфаз, сақтайды деп тұр. Келер ұрпаққа алып келеді дейді. Яғни бұл дінді, Құран мен хадисті келер ұрпаққа әр кезеңде дейді, әр кезеңде сенімді адамдар жеткізіп отырады дейді. Сақтап отырады дейді. Яхмилу хазал илма мин кулли халафин удулу. Әр кезеңде сенімді адамдар сақтап отырады. Неден сақтайды? Бірінші, тахрифул ғалиин, шектен шығушылардың өзгертуінен сақтайды. Бізді жаңа ілмі ривая, оның дұрыс жеткізуден сақтайды, өйткені жалғаншылар оны қате жеткізуі мүмкін. Интихал мубтилин, яғни бұзғыншылардың өзгертулерінен, қосып жіберуінен, иемденіп кетуінен сақтайды. Ол сосын айтады, тәуил жахили, сауатсыз, білімсіз діни мәтіндерді тәуил, интерпретациялаудан сақтайды дейді. Демек, пайғамбар интерпретация түсініп түсіндіру. Интерпретация екеуін де қамтиды. Түсінуді және түсіндіру. Түсінікті? Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам діни мәтіндерді демек қате түсіндіретіндер болады. Көрдіңіз бе? Дегенге ишара бар. Бұл хадисте. Бірақ оны ғалымдар, әр кезеңде ғалымдар бұдан сақтандырып отыру керек деп тұр. Көрдіңіз бе? Соның нәтижесінде әртүрлі топтар шығады. Тіпті бірде Ибн Умар бірде ойланып отырып, болса үммет, мына мұсылман үмметі құбыласы бір, пайғамбары бір, алласы бір, неге осылар бөлінеді дейді. Үммет неге бөлінеді бұлар? Болашақта пайғамбар бөлінеді деген кейбір хадистер бар. Неге бөлінеді деп отқан кезде оны естіген Ибн Аббас айтады. Біз Құранның мысалға
қалай түскенін көрдік, не үшін түскенін көрдік. Фима назал, яғни не үшін түсті, қандай себепке түсті, біз оны көрдік. Сосын оны біз түсініп тұрық. Бірақ бізден кейінгілер ла ядруна фима назал, олар не үшін түскенін, қандай себепке түскенін білмейді Құранның дейді. Сөйтіп әркім өзінің ойын айтады дейді. Ибн Аббастың сөзбе-сөз айтып отырмын. Әркімде өзінің ойы болады. Сол ой арқылы олар ихтилаф жасайды, бөлінеді. Фаида ихталафу иқтаталу дейді Ибн Аббас айтады. Олар солай бөлінгеннен кейін әркім әртүрлі көзқарас айтып, бір-бірімен жара жатсып, бір-бірімен соғысады дейді. Көрдіңіз бе? Басында неден басталды? Құранды түсінбеуден басталды. Не үшін түсті, қалай түсті, қандай себепке байланысты түсті, олар білмейді. Әркім өз ойын айтады, өз ойын айтқанын жан-жаққа тартады, жанжалға араласады деп тұр да. Бұны естіген Омар, Ибн Аббас, бұл Ибн Омар ибн Хаттаб кімді жазалайды? Ибн Аббасты. Ол кезде жас бала енді Ибн Аббас. Қуат, сен не айтып отырсың? Қайдағы бір-бірін өлтіріп, бір-бірімен жауласады. Ондай айтпа деп. Кейін көзі жетеді бұған. Шақырып алып Ибн Аббасты. Тағы бір айтшы сол сөзіңді дейді. Дұрыс сенікі дейді. Солай екен ғой олар дейді. Көрдіңіз бе? Сол кезде көп ұзамай Құран екінші бір нәрсе бар. Бірде Ибн Омардан кімдер жайлы сұрайды? Харурилар, харижилер ғой, екінші атауы харурилер, жеріне қарай, шыққан жеріне қарай. Солар жайлы сұрайды харурилер, харижилер жайлы. Сонда олар Алланың жаратқандарының ішіндегі ең жаманы, ширара, халқилла деп сондай сөзі бар. Сосын негізгі проблемасы не деген кезде, олар кәпірлерге қатысты айтылған аяттарды мүміндерге қатысты қолданды дейді. Проблема не? Проблема неден туындап? Бұл жерде діни мәтіндер проблемасы, оны түсіну проблемасы. Сондықтан біз дұрыс бірінші этапта діни мәтіннің дұрыс-бұрыстығын анықтағаннан кейін енді оны түсінудің қалай түсінуіміз керек? Бұл жерде Құран болса, Алла тағала бұл аятымен не айтқысы келіп тұр? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам болса, бұл хадисімен нені меңзеп тұр? Нені мақсат етіп тұр? Оның интенциясы не? Мақсат, мұраты, түпкі ойы, айтпақ ойы не? Ол өте маңызды нәрсе. Көп қателіктер осы жерде кетеді. Буквализм деп көбіне. Өйткені әр сөз бар, сөздің айтпақ ойы бар. Негізгі түпкі мақсаты бар. Айтылған сөз бар, және ондағы көзделген мақсат бар. Әрине, негізгі мағына, негізгі мақсат етілген мағынаға қол жеткізуіміз керек. Сол кезде сен хадисті не аятты дұрыс түсінесің. Енді ол үшін, енді қазір бізде әрине уақыттығыз, бұл өте ауқымды тақырып. Ғылымда бұлар әрине зерттеледі, бірақ шашыраңқы зерттелген. Бірінші этапта діни мәтіннің пайғамбар сөзі екендігі анықталғаннан кейін біз бұны тілдік тұрғыдан қараймыз. Грамматикалық, морфологиялық, бізге жеткізген кезде рауилер харакаттарында қателеспеді ме? Пайғамбар сол нақты сол сөздерді қолданды ма? Өйткені балама сөздерді қолданған кезде нәзік үкімдер, нәзік мағыналар жойылып кетуі мүмкін. Оған мұқият қарайды, әсіресе фиқ ғалымдары. Тілдік тұрғыдан біз талдап аламыз. Грамматикалық, семантикалық, лексикалық, морфологиялық тұрғыдан негізгі хадис мәтінін талдаймыз. Мағынаға қол жеткізу үшін. Бірақ ол жеткіліксіз. Көбіне осыдан кейін тоқтап қалады да біздің ғалымдарымызда. Тілдік жеткіліксіз, өйткені тілден тыс жағдаяттар
негізі мағынаны толықтырады. Негізгі ойды толықтырады. Проблеманың бәрі діни мәтіндер жазба мәтінге айналған кезде басталды. Ауызша кезде проблема көп болған жоқ. Неге? Ауызша болған кезде біз енді өзіңіз қараңыз, қазір SMS-пен ойыңды жақсы жеткізесің бе? Хатпен, яғни жазбаша. Әлде ауызша жүзбе-жүз кездескен кезде ойыңды толық жеткізе аласың ба? Әрине, кездескен кезде ой толық жеткізе аламыз. Себебі жазба мәтінде көп қосымша мағынаны толықтыратын, мағынаға қол жеткізетін прагматикалық пресуппозиция дейді ғылымда, бұны лингвистикада. Бірақ оны айтқан кезде біз сол сөйлемнің немесе сөздің, айтылған сөздің мағынасына қол жеткізіп, мағынасын толық түсіндіретін қосымша тілден тыс дүниелер, жағдаяттар бар. Мысалға, бұған не келеді? Бұған тон дейді, жаңағы сөйлеген адамның тоны, сөйлеу мәнері, интонациясы, тон, мимикасы. Көрдіңіз бе, бұл жерде маңызды. Мысалға сен кейде рахмет дейсің. Бірақ рахмет әр контексте әртүрлі. Біреуге бір жұмысыңды істемей қойса да кейде рахмет дейсің. Бірақ ар жағында андай бір не бар, көңіл толмай айтылған рахмет бар. Шынайы айтылған рахмет бар. Соны білдіру үшін біз смайликті қолдана бастадық қазір. Көрдіңіз ба? Жаңағы мимика, тондарды білдіру үшін. Енді қараңыз, бейвербалды әрекеттер жоқ, яғни ишарет. Пайғамбардың бұл жерде сол контексте, сол жағдайда айтқан кезде бұл сөздерді қалай айтты? Қандай мәнерде айтты? Қандай тонмен айтты? Ол жоқ қой жазба мәтінде. Көрдіңіз бе? Сол үшін грамматикалық, тілдік тұрғыдан зерттелгеннен кейін енді біз сол сөйлемнің, сол сөзді айтқан мутакаллим дейді ғой, яғни адресант. Адресанттың жай күйі, айту мәнері, адресанттың жағдайы біз сол сөйлемге, айтылған сөзге мағына үстейді. Оны білуіміз керек. Түсінікті? Екінші адресат бар. Яғни сол сөз кімге бағытталды? Сол адамның да түсінігіне қарай мына сөз мағына табады. Мысалға, аудиторияда мен бір нәрсе айтам, 20 адам отырса, 20-сы 20 түрлі немесе 10 түрлі түсінуі мүмкін мен сөзімді. Әркім өзінің қабілетіне қарай. Әркім сол айтылған тақырыпқа қатысты оның базасына қарай. Сол жерде отырған адамның психологиялық көңіл күйіне қарай ойы басқа жақта отырған болуы мүмкін. Ол жеңіл-желпі түсінік алуы мүмкін ол жерден. Көрдіңіз бе? Яғни адресаттың да, яғни сол сөз кімге бағытталды, соның адамның жағдайына қарай мағына өзгереді. Сол үшін пайғамбар не дейді? Бәллиу анни уәләу ая деген хадисінде айтады. Фарубба мубаллағин ауамин сәмия. Қараңыз, пайғамбар не дейді? Мысалға, сен бір адамға жеткізесіз, сөз айтасыз. Пайғамбар айтады. Мысалға, сен қазір сәмиясың, естіп отқан адамсың менен тікелей. Енді сен бұл жерде жоқ адамға айтасың менің сөзімді. Пайғамбар айтады. Мына адам, жоқ адам бар ғой, мубалла. Сол естіген, тікелей аузыңнан естіген адамнан артық түсінуі мүмкін мынау дейді. Неге? Мен бір нәрсені айтам. Қазірдің өзі мен хадис ғылымының бір дирая іліміне қатысты, мәтінді түсінуге қатысты бір мәселе айтып жатырмын. Арасында жаңа бір лингвистикалық мәселелерді қозғап жатырмық. Прагматикалық лингвистика дедік. Оны тыңдап отырған қазір бір адам түсінген жоқ.
алды да, бірақ соны естіп алды да, екінші бір лингвистиканың хабары бар, діннен хабары бар, осы тақырыптан хабары бар бір адамға айтып барса, ол бірден түседі. Қайрат ұстаз осындай тақырыпты айтқан екен ғой, бірақ ана адам онша түсінген жоқ. Ортадағы адам түсінбеген ол болды. бірақ негізгі тыңдаушы сол. Иә. Пайғамбар айтып тұр, Фаруқ мүмкін дейді, естіген адамнан сол кейінгі естіген, соны алған адам естіген, тікелей естіген адамнан артық түсіну мүмкін дейді. Бұдан не түсінеміз? Қараңыз, мынау бір түсінік қалыптасты, анау басқаша түсінік қалыптасты. Проблема менде емес, айтқан адамда емес, жаңағы адресантта емес, проблема адресатта. Адресатқа қарай мағыналар өзгеруі мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол үшін де кейде Абу Хурайраның кейбір хадистерін Айша анамыз қабылдамаған, мысалға. Кейбір хадистерін. Құранға қайшы келеді деп, мысалға. Енді адам әртүрлі деңгейіне қарай, сахабалар да адам, мысалы пайғамбар сөзін әркім әртүрлі түсініп кейін риуаят етуі мүмкін. Мысалға. Жалпы бар бұндай, демек біз діни мәтінді түсіну үшін мутакаллимге жүгінуіміз керек бірінші. Сол сөзді айтқан адам. Ол хадис болады, ол басқа сөз болады. Ол нені мақсат етті? Ол тірі болса, өзінен сұрап аламыз. Ал ол жоқ, дүниеден өткен адам болса, енді қалай сұрам? Нені мақсат етіп тұрсың мына жерде? Екі-үшті мағына беріп тұр. Енді біз контекстке қараймыз. Контекст. Бір хадисті түсінбей тұрып па, пайғамбар сұрай алмаймыз ғой енді. Өзі жоқ. Енді біз пайғамбар осы хадисті қандай контекстте айтты? Мысалға, балақты қысқартуға қатысты хадис келеді, сахих хадистер. Бірақ бұл енді 1400 жыл бойы риуаят етілді ғой бұның бәрі. Ол қазіргі жағдай, кешегі жағдай емес қой. Риуаят еткеннен кейін мұхаддистер әр хадисті өздерін сақтау үшін, өздері жаңағы бір қарама-қайшылыққа ұшырап қалмас үшін, шәз болып қалмас үшін кейбір хадистердің басын, соңын күмәндан алып тастап, хадис контекст жоқ. Көзі жетпей тұрса. Контекст жоқ. Контекст. Сол үшін біз айтушы адамның жағдайы, тыңдаушының жағдайы және контекстке қарауымыз керек. Контекстуалды талдауымыз керек. Ол Құранда да солай. Мысалы Құранда бір аят жұлып алып біз айта алмаймыз ғой. Фаинама туаллу фассамма важхалла. Қайда бағытталсаңдар құбла сол жақта деген аятты ала алмаймыз оны. Екінші аятпен қараймыз. Мысалы ла тақрабус сала деп аятты кесіп алсақ, намазға жақындамаңдар. Фаваилу лил мусаллин деген аятты кесіп алдық. Намаз оқиындар нендей өкініш. Болмайды ғой. Контекст қарау керек қой. Сол секілді хадистер де бөлініп риуаят етілген. Енді сол үшін мен айтпаймын, бүкіл ғалым айтады. Сол мағынадағы бүкіл хадистерді қарауымыз керек. Соның барлығын жинаған кезде негізгі пайғамбардың айтқысы келген ойға жетеміз. Түпкі мағынаға. Көрдіңіз ба? Негізі айтқысы, өйткені бір хадисті ала алмаймыз. Ол контекст жоқ ол жерде. Түсінікті? Ол кезде пайғамбардың айтқысы келген нәрсесі ол болмай қалуы мүмкін. Ол өте маңызды. Сол үшін ғалымдардың барлығы бір хадиспен емес, сол хадис, сол белгілі бір тақырып қатысты ма, енді сол тақырып қатысты бүкіл хадистері жинақтайды. Сол кезде басы бүтін бір ой, бір мағына шығады. Пайғамбар неге айтты бұны? Демек осындай. Бұл контекст. Екінші ситуациялық контекст бар. Ол қалай? Мысалға, кейбір хадистер бар. Ол ситуацияға қарай айтылып тұр да негізінде. Ол ситуациядан шығып кеткеннен кейін ол хадис түсіне алмайсың сен. Енді өмірде пайғамбар барлық салада, барлық өмірде әртүрлі жағдайда сөз айтты. Соғыс жағдайында, бейбітшілік жағдайында. Сондай-ақ жалпы діни мәтін, оның ішінде мына хадис мәтіндерін ситуациялық контекстте де біз түсінуіміз керек. Жаңа айтқандай, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әртүрлі жағдайларда сөз айтқан болуы мүмкін. Мысалға, мұсылман мен кәпірге бірдей әңгіме айтылмайды. Мысалға, дінді жаңа қабылдаған бір мұсылман бар, бұрын ертеде дінді қабылдаған, дінді толық түсінген мұсылман. Екеуіне екі түрлі сөз айтылуы мүмкін. Әйел адамға, ер адамға, мысалға, қарт адамға, жас балаға әртүрлі мәміле жасалынады. Көрдіңіз бе? Оны бірақ көп жағдайда жазба мәтінде ол адресат жоқ қой. Кімге ол айтылып жатыр?
Ал біз аламыз да барлық жағдайда қолданып кетеміз ол сөзді. Сол секілді ситуациялар болады. Мысалға бір қоғамдағы бір жағдайға байланысты. Мысалға Бұхариде бір мынандай хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірде біреудің үйінің алдынан соқа, жер жыртатын құралды көріп, мынау кімнің үйіне кірсе, сол үйде бір қорлық, берекесіздік болады дейді. Енді қазір ол хадисті біз мәтінді оқитын болсақ, Сахих Бұхариде келген, онда егіншілікпен айналысуға болмайтын мағына шығаруға болады. Яғни соқа негізі құрал, жер жыртатын, егін егетін. Оны пайғамбар жек көрсетті. Үйіне кірмесін, біреудің үйінде болмасын деген. Сенімді хадис жинаған деген. Иә. Бірақ бұл неге айтты пайғамбар? Көрдіңіз, контекстке, сол жағдаятқа түсінсек, айтылу себебін түсінсек, Құранның түсу себебі секілді, онда анықталады негізгі ой. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында дінге қарсы көп әрекеттер болды. Жаңа құрылған мұсылман мемлекетін жойып жібермекші алып мемлекеттер болды. Византия секілді мұсылмандар бос жолдай соғысқан жоқ. Олардан қауіп төнді. Қорғану үшін, дінді сақтау үшін жихад дейтін нәрсе болды. Қарулы күрес болды. Ол кезде, сол кезде өте маңызды болды. Соның нәтижесінде біз шалғай өңірлерде ислам тарқап, біз мұсылман дініндеміз. Сол кезде өте маңызды болып тұрған уақытта Алла жолында күрес. Сол егіншілікті сылтауратып, жихадқа, елін, дінін қорғауға кейбір адамдар шықпай қалған. Егіншілікті сылтауратып. Пайғамбар не деген? Тікелей айтпаған. Ол кездегі адамдар сол кездегі ситуацияға байланысты түсінді пайғамбарды. Пайғамбар жанама айтты. Мынау егіншіліктің құралы кімнің үйінде болса, сол үйде дүл дейді, қорлық болады, берекесіздік болады деп бір ескерту жасаған. Яғни жихадтан осы егіншілікті сылтауратып қалмайық. Онда береке болмайды. Ертең жау сені басып алатын болса, сенің дінің де, егіншілігің де жөнінде қалады деген мағына ғой. Тағы сол секілді кейбір хадистер қысқа нұсқа айтылады. Оны жағдаяттар тәпсірлеу мүмкін. Көрдіңіз бе? Енді біз қазір 21-ші ғасырда отырып, пайғамбар заманда қандай жағдайға байланысты айтылғанын біз зерттемесек, мәтінді дұрыс түсінбейміз. Демек, тілдік тұрғыдан емес мәтін. Бұл жанама қосымша сол мағынаны, мына тілдік мағынасын түсіндіретін көптеген жанама қосымша дүниелер бар. Оны ғылымда, тіл ғылымында пресуппозициялар дейді. Мысалға. Сол секілді кейбір сөздердің, кейбір мәтіндердің мағынасын ғұрып айқындайды. Білесіз ба? Сол қоғамда қалыптасқан ғұрыппен біз сол мәтінді түсінеміз. Пайғамбар замандағы ғұрып сәл өзгеше болуы мүмкін. Немесе тағы да бір мәтінді түсіну, біз мәтіннің негізгі түпкі ойын алуымыз керек. Сөзін емес. Пайғамбардың айтқанын емес, айтқысы келген нәрсені түсінуіміз керек, соны алуымыз керек. Мысалға, пайғамбар Сахи Муслимде, Сахи Сенбай, өзіңнің қолыңды тамақ ішкеннен кейін біреуге жалатпай, немесе өзің жаламай сүртпе дейді. Осындай мағынада хадис бар. Яғни жаламай өзің қолыңды, қолмен тамақ жейсің ғой, қолыңды жаламай, өзгеге жалатпайынша қолың сүртпе дейді. Бұның айтпағы не? Пайғамбардың осы хадисі, немесе жерге түсіп кеткен нәрсені алып жеуге қатысты хадисі, немесе шыбын түсіп кеткен хадисі не? Бұл жердегі хадистерді айтпағын аламыз. Не? Ысырап етпеу. Шыбын түсіп кетсе де, оны төгіп тастамас. Тамақ жоқ одан басқа. Сен оны төгіп тастамай, соны бірдеме қылып ішуге нұсқауы мүмкін. Жерге түсіп кеткен нәрсе, әрине кез келген жағдайда, кез келген нәрсе түсіп кетсе алып жей деген нәрсе емес. Мүмкін болса. Немесе ысырап етпе деген мағынаны түсіндіреді да бұл. Жалау деген ысырапшылдықтың ең соңғы нүктесі ғой бұл. Сондай дәрежеде болса да ысырап жасама деген ғой, жала деген нәрсе емес. Көрдіңіз ба? Немесе пайғамбар дәретханада кесек қолданды.
Бұл жердегі сөзін алмайсың, кесек қолдану деген. Бұл жердегі түпкі мақсаты не? Тазалану. Немен болса да, кесекпен болса да тазалан деп тұр ғой. Тазалануға ең қолайсыз дүниемен болса да тазалықты сақта. Пайғамбар солай қолданды енді. Бар дүниесін сол кезде, сол ситуацияда бар дүниені. Енді кез келген ситуацияда қолдан деген сөз емес ол. Мысалға, немесе Қаразире Тіминді айтады. Өлімнен басқаға ем. Өлімнен басқаға ем дегенде ол сөзбе сөз ала алмайсың оны. Ол деген андай бір не айтылған ғой, сол кезде арабтардың қолданысы бізде де бар ғой. Мысалға, Естайдың білмейтіні жоқ дейміз. Немесе білмейтін жер астында дейміз. Олай емес қой. Бәрін білет деген нәрсе емес. Но көп нәрсе білет деген мағына бұл. Немесе біреудің үйіне қонаққа барсаң, дастарханында құстың үстіне басқан бәрі бұл. Олай емес. Көп нәрсе болған жоқ негізінде кейбір дүниелер. Бірақ көп нәрсе болды деген мағынаны сондай сөз тіркестерімен айтылады. Әсірелеу әдісін қолданады. Мынау деген өте күшті адам, бұның күші деген енді осындай деп мақтаған кезде, ондай емес. Сол бір көп деген мағына беру үшін көпшілікті білдіретін сондай тіркес. Яғни Тіминнің өте көп ауруға емегенді. Ой? Яғни сондай сөздермен қолданылған немесе. Немесе пайғамбардың кейбір сөздері бар, ол тазалықты меңзейді. Айтпағы сол. Құралдар өзгере беруі мүмкін. Пайғамбардың несі ислам кейде, ол әулетті жап дейді. Немен жабасын өзің ғұрпың реттейді оны. Мысалға. Ол ғұрып реттеп отыр. Қазір енді бәріміз шапан киіп жүрген жоқ қой көшеде. Қазір заманға сай киіндік. Заманға сай киіну ол ғұрып деген сөз, сол қалыптасқан. Ғұрыпқа сай киіну. Ғұрыпқа сай қарсы әрекет жасау ол мәкрух. Қоғамға ағысқа қарсы жүзу мәкрух. Ол шәр дейді оны. Мән шәрді финнар, кімде-кім сондай қоғамнан немесе жалпы дүниеде ерекшеленіп қарсы әрекет жасайтын болса, дін мәселелерінде, онда ол қауіпті дейді дініміз. Яғни ғалымдарымыз да қоғамда киім киюдің де өзінің қалыптасады. Мысалға, балақты осылай тізеге дейін қысқартып ешкім кимейді ғой, костюм шалбарды мысалға. Олай киіп жүрсең, ерсі көрінетін болса, ғұрыпқа жат болса, демек сен мәкрух нәрсе жасайсың. Сондықтан діни мәтіндерді түсіну үшін тек қана тілдік тұрғыдан емес, тілден тыс жағдаяттардың негізінде түсінуіміз керек. Оған не жатады? Оған бірінші жаңа айтқан адресанттың жағдайы. Ол қалай мимикасы, тон, ишареті, оның түпкі айтқысы келген ойын білу үшін соған жүгінеміз. Екінші мұхатаптың жағдайы да мағынаны өзгерту ықтимал. Және ауан дейміз, контекст бар. Мәтіндік контекст, ситуациялық контекст, ғұрып. Осы дүниелер сөйлемдегі, сөздегі мағынаны толықтырады. Немесе негізгі мағынаны, негізгі айтылған ойға дұрыс қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде біз тек қана тілдік тұрғыдан қарамауымыз керек. Оны вурудул хадис дейтін хадис ғылым бір саласы бар. Вуруд пайғамбардың хадисті айтудағы мақсаты не? Айтылу себебі не? Себебін анықтау. Кімге, не үшін, қалай, қандай мақсатты айтып жатыр? Көрдіңіз бе? Мысалға, пайғамбарымыз не дейді? Жалпылама айта салады кейде. Мысалға, бос жатқан жерде кім тірілсе, ол соныкі дейді. Енді сол хадисті алып қазір бір жер бос жатыр екен деп алып емдене аламайсың ғой, үйіне үй салып тастап. Бұл жерде жалпы айтты. Бірақ ғалымдар оны түсіндіреді. Араға не дейді? Сол жер, сол өңірдегі, сол кездегі басшының рұқсатымен кім тірілсе деп сөз қосады мысалға. Мысалы, хадис не деп тұр? Хадис мән ахия ардан, яғни кім деген бір жердесе, сол жер соныкі дейді да. Кім тірілсе деп отқан, сол жерге егін егіп тастадың ба, немесе үй салып тастадың ба, бір бос жатқан, ол сенікі дейді да пайғамбар. Енді ол жер қазір тап сол хадисті тап солай қолдана алмайсың ғой. Оны ғалымдар түсіндіреді мысалға. Сол секілді
Енді Құрандың да түсіндіру үшін тәпсірлер жазылды, әсбабун нузул, насих уәл мансух деген секілді ғылымдар қалыптасты. Құранды түсіну үшін, хадистерді түсіну үшін де вурудул хадис, насих уәл мансух деген ілім қалыптасты. Кейбір аят хадистерді үкімі жойылуы мүмкін жағдай, сол кездегі белгілі бір кезеңде айтылуы мүмкін, алғашқы кезде айтылуы мүмкін, кейін ол жағдай өзгергеннен кейін ол пайғамбар ол сөзін үкімін өзгертіп басқа сөз айтуы мүмкін. Сондықтан хадис мәтіндерін түсіну үшін тек қана тілдік, тілден тыс жағдаяттардан бөлек кейбір хадис ілімінің ғылым салалар бар. Насих уәл мансух, урудул хадис, мұхталифул хадис. Өйткені кейбір хадистер бәрі сахих, бірақ бір-біріне қайшы келіп тұрады. Оны анықтаудың ғылыми негіздерін білуіміз керек. Сондықтан хадистерді түсіну үшін біз ғалымдарға жүгінуіміз керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынадай хадисі бар: ілім кетпей тұрып алып қалыңдар дейді. Сонда сахабалар айтады: я Расулалла, қайда кетеді ол ілім? Құран бар бізде деп сахабалар айтады. Кетпейді ғой ілім деген кезде пайғамбар айтады: ілімнің кетуі ғалымдардың кетуімен болады дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін біз өзіміз науқас ауырған кезде өзіміз емделмей дәрігерге жүгінеміз ғой. Сол секілді дін мәселелерінде де біз ғалымдарға, мамандарға жүгінуіміз керек. Діни мәтінді түсіну үшін. Көп рахмет, Қайрат ұстаз, бүгінгі берген құнды ақпараттарыңыз, білімдеріңіз үшін осы біздің бағдарламамызға уақытыңызды бөліп, өзіңіздің жаңағы осы хадис саласын түсіну проблематикасын барынша қысқа уақыттың ішінде ауқымды, іргелі тұрғыда ашып бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет. Сізге Алла разы болсын дейміз. Көрермендерімізге айтарымыз, біздің каналымызға жазылып, бағдарламамызға пікір жазып, және өзіңіздің достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы.